Адамдар неге арақ, сыра, алкогольдік сусындарды ішеді? Бұл сұраққа жауап іздеу мен үшін ішімдіктер жайлы тереңірек сырларды ашты. Адам табиғаты беймәлім жолдар мен ауыр сынақтарға толы, ал ішімдік бұл өмірдегі ауыртпалықты жеңілдетудің құралы ғана, бірақ ешқашан шешімі емес. Әртүрлі қоғамдарда, мемлекеттерде, тарихта және қазіргі кезде бірі оны қуаныш пен мерекелердің ажырамас бөлігі деп санайды. Тойлар, туған күндер немесе ұлттық мерекелерді атап өту үшін ішеді. Жалпы адамдар арақты қоғамдық қысым, стрессті жеңілдету, жұмыс, қарым-қатынас немесе өмір қиындықтарынан демалу, достармен уақыт өткізу, қайғы мен уайымды басу, денсаулық үшін, өзін батыл немесе сенімді сезіну үшін, жалғыздықтан құтылып оны жеңілдету үшін ішеді. Мәдениет пен дәстүр. Кейбір қоғамдарда алкоголь ішу қалыпты жағдай. Жаңа тәжірибе, жастардың қызығушылығы мен эксперимент жасауға ұмтылысы, көңіл күйді көтеру, жағымды сезімдерді арттыру немесе өзін бақытты сезіну үшін, және де бос уақытты толтыру. Кейде адамдар арақты жай ғана жалыққаннан ішеді. Арақ қалай жасалынады? Спирттік ішімдіктерді жеміс-жидектерден, дәнді дақылдардан, бидай, арпа, қант қамысынан, картоптан немесе сүттен жасайды. Ашыту арқылы қант этанолға айналады. Кейін дистилляция, сүзу және пісіру жүргізіледі. Осылай жүзімнен вино, арпадан арақ, бидайдан сыра жасалынады. Алкоголь миға қалай әсер етеді? Бұл жайлы Гарвард университетінде зерттеулер жүргізілген. Арақ, шампан және басқа да шараптардың барлығы миға этанол арқылы әсер етеді. Бірақ олардың әсері құрамындағы алкоголь деңгейі мен тұтыну мөлшеріне байланысты өзгереді. Гарвард университетінің зерттеушілері алкоголь мидың жады орталығына гиппокампқа зиян тигізетінін анықтаған. Арақты адам ұзақ уақыт бойы ішсе денсаулығына ауыр зиян келтіреді. Бауыр циррозы, жүрек аурулары, ми жұмысының бұзылуы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, депрессия және тәуелділік пайда болады. Сонымен қатар иммунитет әлсіреп, арақтың ішкі органдарға зақым тигізетінін дәлелдеген. Жалпы 10 000 жыл бойы адамдар ашытылған сусындарды ішіп келеді, және сол уақыттан бері олардың пайдасы мен зияны туралы пікірталастар бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Арақты денсаулық үшін ішу қаншалықты дұрыс және жақсы ұйықтау үшін арақ ішуге болады ма? Алкоголь денсаулыққа зиянды әрі пайдалы екенін сенімді түрде айтуға болады. Айырмашылық негізінен мөлшерде. Жалпы алкогольдің зияны пайдасынан әлдеқайда көп. Арақтың адам ағзасына пайдасы өте аз және оны тек қалыпты мөлшерде тұтыну ұсынылады. Ер адамдар үшін күніне 30-50 мл, әйелдер үшін 20-30 мл. Ал жақсы ұйықтау үшін арақ ішуге мүлдем болмайды. Ол ұйқының сапасын нашарлатады, денсаулыққа зиян тигізеді. Алкоголь бастапқыда денені босаңсытып, тез ұйықтауға көмектескендей көрінуі мүмкін. Алайда алкоголь терең ұйқы фазаларын болдырмайды. Арақ пен басқа алкогольдік ішімдіктердің тарихы Қазақстанда қалай пайда болды? Алкоголь алғашында дәрілік, ритуалдық және әлеуметтік мақсаттарда қолданылған. Стэнфорд университетінің ғалымдары Израиль қаласында Ракефет үңгірінде 13 000 жылдық тас диірмендерін зерттеп, адамдардың сыра жасағанын дәлелдеген. Кейінірек оның өндірісі жетілдіріліп, түрлі мәдениеттерде әртүрлі алкогольдік ішімдіктер пайда болған. Шарап, сыра, саке, арақ және тағы да басқа. Қазір біз білетін арақтың алғашқы түрлері 8-9 ғасырларда араб әлемінде пайда болды. Арақ сөзі арабша ал-куль, алкоголь сөзінен шыққан. Сол кезеңде спирт медицинада және химиялық тәжірибелерде қолданылды. Кейінірек оны жасау технологиясы Еуропаға және Азияға таралып, арақ әлеуметтік және тұрмыстық сусын ретінде кеңінен қолданылды. Қазақстанда алкогольдік ішімдіктердің тарихы дәстүрлі сусындардан басталды. Ежелгі заманда қазақтар қымыз бен шұбат сияқты ашытылған сусындарды ішкен. Ұлы жібек жолында алкоголь де өз рөлін атқарды, бірақ негізгі тауар болмаған. Ұлы жібек жолы бұл шығыс Азияны батыс Еуропамен байланыстыратын сауда жолдарының желісі, және алкогольді ішімдіктер басқа да көптеген тауарлармен бірге осы жолдар арқылы тасымалданған. Бұл сауда шамамен біздің дәуіріміздің 2 ғасырдан бастап 15 ғасырға дейін жалғасқан. Ал 18-19 ғасырларда Қазақстанның кейбір аймақтары Ресейдің құрамына кіргеннен кейін арақ пен басқа да алкогольдік сусындар кеңінен таралды. Кеңес дәуірінде алкоголь өндірісі мен тұтыну айтарлықтай артты. Бұған урбанизация мен индустрияландыру ықпал етті. Алайда дәстүрлі қазақ мәдениетінде алкоголь кеңінен таралмаған. Оны қолдану көбінесе отарлау мен сыртқы ықпалдардың әсерінен болды.
Алкоголь әртүрлі мәдениеттерде тарихи және әлеуметтік рөл атқарған. Ежелгі Египетте, Грецияда, Месопотамияда алкоголь құдайлармен байланыс орнату үшін немесе дәрілік мақсаттарда пайдаланылған. Қытайда, Үндістанда, Жапонияда алкогольдің әртүрлі түрлері мәдениет пен дәстүрдің бір бөлігі болып табылады. Қазақстанда қазіргі таңда алкоголь көбіне әлеуметтік қарым-қатынас құралы, мерекелерде, тойларда және көңіл көтеру іс-шараларында қолданылады. Арақтың Қазақстандағы статистикасы. Қазіргі кезде Қазақстанда жастар арақты аз ішеді ме, әлде көп ішеді ме? Қазақстанда алкоголь ішу әдетте еркектер арасында көбірек байқалады. 25-45 жас аралығында алкогольді тұтыну жиі тіркеледі, әсіресе ауылдық жерлерде. Әйелдер арасында 30-45 жас аралығында алкоголь тұтыну соңғы 10 жылда, оның ішінде арақ ішетіндер саны көбейген, бірақ еркектерге қарағанда аз. Өкінішке орай 14-18 жас аралығындағы жастар, әсіресе қала тұрғындарында алкоголь тұтыну көбейген. Қазақстанда арақ ішу азаю үшін салықтарды арттыру, жарнамаларды шектеу, жастарға бағытталған сауаттылық бағдарламалары жүзеге асырылуда. Қазақстанда алкоголь тұтыну бойынша ресми деректерді Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі немесе Қазақстанда алкоголь тұтыну көлемі туралы нақты ақпарат алу үшін Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі статистика комитеті ресми түрде зерттеу ұйымдары ұсына алады. Жарнамалардың арақты тұтынуға әсері. Жарнамалар алкогольдің жағымды имиджін қалыптастырып, оны әлеуметтік статус пен көңіл көтеру символы ретінде көрсетеді. Жарнамаларда халыққа ұнайтын танымал жұлдыздарды көрсетіп, алкоголь өнімдерін тұтынуға итермелейді. Бұл әдіс жұлдыздардың беделін пайдаланып, өнімнің танымалдылығын арттырады. Осылайша арақ, коньяк, вино мен сыра мерекелердің ажырамас бөлігі болып саналады. Бұл дәстүрлер мен мәдениеттерде ұзақ уақыт бойы сақталып келеді. Алкогольдің мерекелердің ажырамас бөлігі болып саналуына жарнамалар мен дәстүрлер ықпал етеді. Себебі олар адамдарды біріктіріп, қуаныш пен көңіл көтерудің символына айналады. Алкоголь туралы мифтер мен шындықтар. Арақ ішкенде салмақ азаяды. Алкоголь калориялы және май жинауға себеп болады. Алкоголь ауыздан шығатын иісті жояды. Шын мәнісінде тек спирттің иісі ғана күшейеді. Арақ ішкен соң адам күшті болады. Алкоголь ағзаға энергия бермейді, керісінше шаршауды күшейтеді. Арақ ішсең жылынасың. Алкоголь уақытша жылу сезімін береді, бірақ шын мәнінде суықты күшейтеді. Алкоголь асқазан ауруларын емдейді. Алкоголь асқазан жарасына әсер етіп, оны нашарлатады. Араққа адам тәуелді екенін қалай анықтауға болады? Егер адам ішпеймін деп уәде беріп қайта ішсе, ішімдік ішу үшін сылтау іздесе, тойсыз да ішсе, ішімдік жоқ жерде көңілсіз болса, соңғы рет дегені ешқашан соңғы болмай жаңа бөтелке ашылса, таңертең бас жазу қажеттілігі немесе оны іздеу де белгілердің бірі. Ең бастысы, ішімдіктің күнделікті өмірге әсері байқалса, тәуелділіктің бар болғаны. Арақты ішуді қалай тоқтатуға болады? Араққа тәуелділікті емдеу қиын, бірақ дұрыс тәсілдерді қолдану арқасында оны жеңуге болады. Бұл жерде ең маңыздысы адамның өзінің бұл проблеманы мойындауы және емделуге деген ниеті. Бірінші қадам маманға, яғни наркологқа немесе психологқа бару. Олар тәуелділік деңгейін анықтап, қажетті ем шараларды тағайындайды. Емдеу көбіне организмді тазартудан, дәрілік терапиядан және психологиялық қолдаудан тұрады. Өзгеруге деген шынайы ниет пен күшті ерік ішімдікті тастауға басты себеп. Дәрігердің ішімдік ішуді жалғастырса ауыр ауруларға немесе өлімге әкелетінін айтуы адамды тоқтатуға итермелеуі мүмкін. Баланың дүниеге келуі, жақсы жұмыс табуы немесе жаңа өмір бастауды қалауы сияқты маңызды оқиғалар мотивация береді. Бұл тұрғыда отбасы мен достарының қолдауы маңызды. Олар ішімдікті қоюға көмектесіп, эмоционалды қолдау көрсетеді. Бұл жағдайлар бірге әсер еткенде адам ішімдікті ішуді тоқтатады. Егер аталған жағдайлардың бірі болмаса немесе адамның ішімдікті қоюға мотивациясы жоқ болса, мамандардың көмегіне жүгіну керек. Себебі олар тәуелділікпен жұмыс істеудің тиімді жолдарын ұсынады. Бірден үлкен өзгеріс күтпей, кішкене қадамдардан бастау қажет. Ішімдік мөлшерін азайту, тойлардан аулақ болу, жаңа қызығушылықтар мен орта табу. Кейбір адамдар үшін намаз, медитация немесе рухани жолдар ішімдікке деген тәуелділікті жеңуге көмектеседі. Адам кішкене қадамдардан өзгеріп бастап, ішімдіксіз өмірдің артықшылықтарын көргенде арақ ішуін тоқтатады.